Осы аптада полицейлердің жұмыс күні мерекелік іс-шарамен толықты. Барлық бөліністерде Наурыз мейрамының жылы лебі сезіліп тұрды. Ондағы қызметкерлер қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрлерінен көрініс көрсетіп, білімдерін ортаға салды. Қалалық полиция басқармасының қызметкерлері мерекенің шымылдығын ашқандардың алғашқылары болды. Бұл бөліністің қабырғасында Наурыз күндері іс-шараларды өткізу игі дәстүрге айналған. Мұнда қонақтарға олар қазақ халқының дәстүрі ұйқы ашарды тарту етті. Наурызды тойлау күндері келіншектер жақсы тағамдардан ұйқашар деген тамақ дайындаған. Ұйқашар қыз жігіттердің сезімін арттыра түсуіне себепші болған. Жастар түні бойы алтыбақан теуіп, халық әндерін айтқан. Жаңа таңды той думанмен қарсы алған. Ал жігіттер ұйқашардан дәм татқан соң қыз келіншектерге айна, тарақ, әшекей бұйымдарын сыйлаған. Шуағы шашылып, жылғалардан суағып, аға желер құлпырып, Наурыз көже пісіріп, қонақтарға тартамыз. Один из древних обрядов, который сохранился в наше время – беташар. Лицо невесты, которую только привезли в дом жениха, без проведения обряда беташар никому не показывали. О красивом обряде казахов рассказали сотрудники управления административной полиции, миграционной и местной полицейской службы. Облыстық полиция департаментінің жедел уәкілдері де өз қонақ жайлықтарын көрсетті. Ұлттық нақышта безендірілген киіз үйде тұсаукесер салтын жасады. Жиналғандар жүйрік бол бала сүрінбей жүріп кетсін деген тілектерін жаудырды. Тұсаукесер жыры айтылды. Соңы ән шашуға ұласты. Ертеде тұсаукесер салтынан кейін балаға ат не ер тоқым сыйлаған. Баланың тұсауы ала жіппен кесілді. Бұл ақ пен қараны айыратын, біреудің ала жібін аттамайтын ер азамат болып өссін дегені. Кішкентай Назардың да ата-анасы өз баласының жақсылық пен жамандықты, адалдық пен арамдықты ажырататын азамат болсын, өссін деген ырымды полиция департаменті бастығының орынбасары, полиция полковнигі Руслан Назаровқа ұлдарының тұсауын кескізді. Еще одним обрядом, который прошел в эти дни в стенах полицейских подразделений, стало бесыке салу. О доброй традиции рассказали сотрудники следственного управления, дознания и криминалисты. Когда малышу исполнится несколько дней, его укладывают в колыбель. Сначала изгоняют злых духов над кроваткой с помощью зажженной палочки. Потом пеленают малыша и специально сшитыми лентами перевязывают его в 3 местах. Накрывают шапаном, чтобы малыш был сыном народа. Вешают уздечку и плетку, чтобы стал хорошим наездником. Прикрепляют тумар, чтобы не сглазили. Привязывают когти беркута, чтобы имел зоркий глаз. В каждом подразделении царила настоящая праздничная атмосфера, как и принято у казахов, под звук дамбры и с богатым дастарханом. Добавили настроение на этой неделе и спортивные соревнования. Ветераны органов внутренних дел показали свое мастерство в настольном теннисе. Полковники и майоры в отставке продемонстрировали не только хорошую физическую подготовку, но также и спортивный азарт и волю к победе. В спортивном зале состязались и в национальных видах спорта, которые организовали Управление специальной и мобилизационной подготовки и физкультурно-спортивного общества «Динамо». В игре «Тоғыз Кумалак» участвовали более 40 сотрудников из подразделений как областной, так и городской полиции. Также массу положительных эмоций вызвала товарищеская встреча в Арқан-Тарту, перетягиванию каната. Офицеры облачились в национальные костюмы, что добавило в состязание колорита и позитива. Завершающей нотой уходящей недели стали благотворительные мероприятия. Сотрудники управления тылового обеспечения организовали горячий плов и баурсаки. Они угостили постояльцев дома престарелых Центра поддержки женщин, дома матери и людей без определенного места жительства в пункте ночного пребывания. А сотрудники городского управления полиции посетили малообеспеченные семьи.